Мына қыздар, мына жеңді саламыз. Бұл 3/4 деп айтады, 40 сантиметр. Ширина рукава 21, қолтығының астын өлшенімі бармағының қасы 16 болды. Осыны біз қазір қағазға лекалды түсіріп көреміз. Бұны түсіру үшін мен мына қағазымды 2 бүктеп аламын. Міне теңестіріп бүктеп алдым. Енді мына точкадан, мына жабық жағынан салып көреміз. 40 сантиметрімізді саламыз осы жерге. Міне қарап тұрсақ, 40 мына жерге келді. 2 сантиметр бізге запасқа. Міне. Енді мінерге жазамыз. Длина рукава 40, қосамын 2 сантиметр. Бұл қайтаруға қосып отырмын, қыздар. Түсінікті болған шығар. Енді мына бастапқы точкадан біз кез келген адамға 14 сантиметр аламыз. Бұл формула. Кез келген толық семіз, кішкентай балдардікіне бәріне де осыны алып, бұны салып, сызып аламыз линейканың бұлай. Мына сызып алдым. Енді осы жерге 14. Мына көрдіңіздер ме? Тура мен сияқты жазып үйреніңіздер. Бұяқтан мына жерге шейін сыздым. Енді мына біздің тапқан неміз бұл қолтығын астындағы ширина рукавасы. Ширина рукавамыз 21 болған. Оған біз 2 сантиметр, бұл да формула. Цифрдың бәрі. Міне енді осыны біз салып көреміз. Бұлай қояйын. Міне 0-ден бастап 21, міне 21, 2 сантиметр қосамыз, 22, 23. Міне мына жерге келді. Енді осы нүктені біз мына бұрышқа қосамыз жоғарысына. Міне қосып алдым. Енді осы жерді сантиметрдің көмегіменен бөлеміз бірінші. Міне 0-ден бастадық. Осы жерді ұстап тұрамыз. Енді осыны мына жерге әкеп, міне бөліп белгілеп алдым. Енді осы жерді тағы бөлеміз. Міне бұл жоғары қарай тұрады. И тура осыны мына жақта тура солай бөлеміз. Бұл төмен қарай тұрады. Мінекей қазір көрсетем. Төмен жағы 1 сантиметр. Мына жер болды. 1 сантиметр болды. Мына жоғары жағы 1-2 сантиметр мына жер болды. Енді осы нүктені мына жоғарыға қосамыз. Тере сызықпен. Қостым. Мына төмен жағын тура түзу ғып апарамын. Мінерге мияқа келгенде доғалдап қойдым. Қара, бұрыш болған жоқ, доғал тұр. Енді мына 2 аралықты линейкамен қосамыз. Мына ортадағы точкаға мынаны қосып аламыз. Енді мына точканы мына төбедегіге қосып аламын. Көрсеңіз осындай жең шықты. Жоғары жағы. Енді бізге 16-ны салуымыз керек. 16-ны салу үшін мына жерден біз 16 сантиметрді алып аламыз. Мінеке 16. Енді осы 16-мызды қосамыз. Мына өзіміздің белгілеген нүктеге қосып алдым. Енді запас аламыз. Осы жерден 1 сантиметр запас алыңыздар. Көп бізге керек емес.
Бұны осындай белгіменен белгілейсіздер. Кесетін жер. Басқа еш жерге біз запас қоймаймыз. Міне біздің жеңіміз болды. Қазір мен сіздерге осыны қалай қырқуын көрсетем. Мына жер бізде 16 болды. 16-ға біз еш нәрсе қосқан жоқпыз. Мінекей өте әдемі көрініп тұр. Мына жер 2 сантиметр жазбай қойған екен. Міне 2 сантиметр жоғары көтердік. Мынаны 1 сантиметр төмен түсірдік. Енді кесіп көрсетейін. Әр уақытта пішкен кездерінде қыздар мынау нені? Мына сызығымыз осы біздің жеңімізде тұру керек. Міне көрдіңіздер ме? Міне қара сызық тұрсын, обязательно көрініп тұру керек. Ұқыпты қырқасыздар. Кейін матаға салып мелман сызған кезде мелда сүйерде қалып тұру керек. Міне әдемі болып шықты. Енді осы арадан біз алдын кішірейтеміз. Алдын саламыз. Алдын салу үшін міне мына ең соңғы осы жерден және 1 сантиметр аламыз да бұны мына төбедегінің қақ ортасынан алып осы жақтан кішірейтіп бүйтіп салып келеміз. Міне сөйтіп мына жерге қосасыз. Көрдіңіздер ме? Мынадан бастадым. Мына екеуінің ортасынан міне плавный алып келіп мінерге қостым. Енді біз осыны қырқуын көрсетемін. Тоже тере-тере сызықпен қырқасыз бұны да. Ол қалып тұру керек сұяқта. Міне көрсеңіз осындай өте әдемі болды. Енді бұл жерді біз бүйтіп белгілеп қоямыз. Бұл алды деген сөз. Міне көрдіңіздер. Мына төбенде белгілеп аламыз. Міне бұл төбе иықтағы тігіске тігіледі. Мына алды деген сөз. Бүйтіп қарап тұрсаңыз осындай өте әдемі болды. Мынандай қарағанда міне көрдіңіз, алды арқасы үлкендеу, алды кішілеу болды. Міне тура осылай. Бірінші ұзындығын аласыз. 14 формуланы алып сызып, ширина рукаваны саласыз. Оны салып, оған 2 сантиметр қосасыз. Бұл да осыған кез келген адамға қосылады осы 2. Одан кейін төмен түсемізді низ рукава. Бұл жерді өлшедік. 16 болды. 16-ны өзін саласыз да, мына запасына қоса саласыз. Міне осылай пішіп аламыз. Өте оңай, жеңіл. Міне қайта-қайта қарасаңыздар өте түсінікті деп өзім ойлаймын.